Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін мен сіздерге жұмысты және жұмыссыз болу туралы анықтаманы қалай алудың жолын көрсетемін. Ең алдымен бізге егу порталдың алғашқы бетіне кіреміз. Обновление жасайын мен. егу порталына кіргеннен кейін мына жерде қараңыздар. Жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту. Осыған кіреміз. Және мына жерде әртүрлі нәрселер шығып тұр. Мысалы, әртүрлі нәрселер болғанда қалай бір жұмыспен қамту, жұмысқа тұрғызу, әртүрлі жағдайда керек ақпараттарды және анықтаманы алуға болады. Бізге керегі қазір жұмыс туралы анықтаманы алу. Басамыз. Одан кейін мына жерде онлайн сұранысты басамыз. Мына жерде қараңыз, қате деп қызыл неден белгі шығып тұр. Бұл өйткені біз ETSP немен тіркелмедік. Жаңағы өзіміздің әр адамның өзінің ETSP ключі болу керек. Сол арқылы кірсеңіз бұндай қате шықпайды. Өйткені мен кірген жоқпын. Өзім шығып көрдім. Өйткені көбісі түсінбейді бұл қате неғып шығып жатыр деп. Міне енді мына жерге кіруді басамыз. Мына жерде ETSP-ны басамыз. И жаңа сертификат дегеніміз жаңа сіздің ключіңіз. Міне ETSP ключімен кірем. Бұл жерде ауытқыны басам. И мына жерге паролін терем өзімнің. ETSP ключ алғашқы ашқан кезде пароль қойып береді. Кіріп болғаннан кейін мына жерде қараңыздар. Менің GSN жазылады жаңа. Сіз жұмысқа болмау туралы адам кірсеңіз ETSP-мен. Мына жерде уже GSN жазылып тұрады сол адамның. Так біз ары қарап жүреміз қол қоюға. И мына жерде қараңыз, екеуі болады. Бұл жерде біз электрондық цифр болғаннан кейін біз ключті электрондық цифрмен аламыз. Мына жерде бізде паспортпен болса, мынау катрейдерді басамыз, через паспортпен алатын болса. Егер бізде флешкада или компьютерімізде болса ключіміз, онда біз флешканы басамыз. Мына жерде қараңыз, маған сразу уже лақтырды, қай жерден ключті алып. Бұл жерде уже ETSP емес, уже біз бұл жерде қол таңбаны қою үшін екіншісін таңдаймыз. Кішкене загрузка болып жатыр. Интернетім мен негізінде кішкене слабый. Мына ашылды. Енді мына жерде қараңыздар, 20 минуттың ішінде алынады дейді. Енді 20 минут ішінде емес, біреулерде 1 минутта келеді, біреулерде 2 минутта келеді. Енді обновлениені басамыз. Міне менде уже ашылды. Қазақшасы болмаса орысшасын аласың. Мысалы мен қазақшасын басам. Міне ашылды. Міне осыны алып, жұмыспен или жұмыссыз болып анықтаманы апарып көрсетсеңіздер болады. Осыны принтермен шығарсаңыздар да болады, или өздеріңіз компьютерлеріңізде сақтауға да болады. Сохранить деп басасыздар. Өздеріңіздер қай жаққа сохранить етесіз, сол жерге қоюға болады. Мысалы мен рабочий стол бассам, рабочий столға түседі міне. И бұны кейінірек те принтермен шығаруға да болады. Рахмет, сау болыңыздар.